орналасқан қоймаға кіре кетеді. Қойма есігін ашпастан бұрын тағы бір айқайлап шақырып алады. Бірақ сол күйі жауап бермеді. Екеуі негізі ойлады, апай қойма ішінде жоқ болар деп. Әйтпесе оларды естіп сыртқа шығатын еді. Сондықтан екі дос қайта артқа шегініп кетуге оқталады. Бірақ Қалдыбай біртүрлі жағдайды байқайды. Қойманың есігі қып-қызыл қанмен шашырап кетіпті. Қан көп жоқ, бірақ көзге көрінетіндей екен. Қып-қызыл қандар. Бір жамандықтың болғанын сезген екі дос та қойма есігін ашып қалады. Қойма іші тек қызыл қан ғана, ал ішінде адамның ішкі ағзасы жатыр. Жүрек, бауыр, тағы басқалары бәрі түрлі бөлікке бөлініп кеткен. Біз мына көріністі көріп бірден 911-ге хабарластық. Бірақ жарықтың кесірінен желінің жоқ болғаны біздің ашуымызға тиді. Сөйтіп бұл дүкеннен шыға салысымен бірден бөлімшеге аттандық. Бөлімшеде тәртіп сақшыларына болған жағдайдың бәрін түсіндіріп берген едік. Бірақ олар басында қырсығып, бізге мүлдем